Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен қытырлақ баклажанды салатты дайындау жолымен бөлісемін. Тәтті соусымызды дайындауымыз үшін ең әуелі тәтті бұрышымызды тазалап, егер сіз дәнімен ұнатсаңыз, дәнімен сала бересіз. Тәтті бұрышымызды турап, ұсақтайтын ыдысымызға бірден саламыз. 5-6 дана чеснокты тазалап, 2-ге бөліп салып жіберіп жатырмын. Және де ащы бұрыш. Ащы бұрыштың көпшілерде қызылын қолданады. Мен жасылынан 2 дана, қызылынан 1 дана қолданып жатырмын. Өз қалауыңызға қарай ащы бұрышты азайтсаңыз болады. Бір дана немесе 2 дана қылып. Шамамен 15 граммдай қант және де дәл сондай көлемде тұз. 100-150 грамм таза салқын суды құйып, ұсақтайтын ыдысымызда жақсылап ұсақтаймыз. Бұл жерде өз қалауыңызға қарай ірілеуін қаласаңыз 1 минут немесе ұсағын қаласаңыз өзімізге ыңғайлы қайнататын ыдысымызға құйып алып, шай қасықта уксус өзіңіз қолданып жүрген кез келген түрін қолданасыз. Баяу отта қайнағанша қозғап тұрамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін 1 қасық кукуруздық крахмалды салқын суға араластырып үстінен құямыз. Енді бір қайнап шыққасын бір шетке алып қойып, баклажанымызды тазалап, ыңғайлы етіп турап, баклажанды салып қойған кезде батып тұратындай ыдысты, тереңдеу ыдысты таңдап, туралған баклажандарымызды ішіне салып, дәміне қарай, баклажанның көлеміне қарай тұз саламыз және де салқын су. Салқын суда 30 минуттай қалдырамыз. Қуыру үшін клярымызды дайындаймыз. Оның дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш және де куркума. Тұз және де дәмдеуіштерімізді жақсылап ұнға араластырып аламыз. Шамамен 50-60 граммдай газдалған су құйып, барлығын жақсылап араластырып, клярымызды дайындап қойып, тұзды судан алып құрғатып қойған баклажанымызды клярымызға аунатып, клярымызға батырып алған баклажандарымызды қызып тұрған майда дана-дана етіп қуырып аламыз. Бір жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, қызартып қуырып аламыз баклажандарымызды. Қызарып, барлық жағы қуырылған баклажандарымызды ыстық майдан сүзіп аламыз. Өз қалауыңызға қарай жасылдардан, қызанақ және қиярдан сақырлатып, қызартып қуырып қойған баклажанымыздан салып, алдын ала дайындап суытып қойған соусымызды баклажанымыздың үстінен құйып, рахаттана қолдансақ болады. Дәл осы соусты жасап, мұздатқышыңызға салып қойсаңыз, бұл соус сізге жақсы көмекші болады. Көптеген салаттарға қолданамыз. Видеоны көңіл бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар.